осылай туретке сериалымды көріп отырсам бір кезде балам жүгіріп келді, мама деп, не болды мына жерге отыр десем, мама мен пицца жеймін дейді. Қойшы балам сосын істеп берем десем, мама жүрші мен пицца жеймін дейді. Ойла қасқа, мен пиццаның нанын илеп көрмегенмін ғой. Солай не керек солай жан жолдасым холодильникке жетіп келдім, сенде не бар десе, менде бәрі бар дейді. Ойбай шығыңдар, бәріміз жабылып пицца істеп пісайық дедім. Солай қай бір жылдан қалып қалған сыр да бар екен, түрі страшный не то. Немене түріңіз өзгеріп кетті, бұзылмағанбыз, нормальный тұрмыз ғой, алшы. Тұрғаныңа қанша жыл болды, түріңді бір қарап алайын, әйтпесе отравление болып өліп қалармыз дедім да. Солай кеше туған тауықтардың балапандарын шығарыңдар да, келіңдер бәріміз жабылып тұрып пицца істеп тастайық дедім да. Солай пиццаның затына кірісіп кеттім. Мынау пиццаның заттарына кірісейін деп жатсам, ой алам, мына холодильниктен шықтық ау. Неңе күліп тұрсың, қуырылатында шаруаң бар ма өзіңнің? Күнде мен қуырыла берем ба, бүгін сендердің күндерің тусын. Әй сыр, мен нервыма көзіме күйік болып жүретін, холодильникте тұрып сасып кеткен шығарсың. Шықтық. Че там, не істейін деп жатқанда шаруаларың бар ма? Әй, не қылады дейсің? Сол колбаса мен жұмыртқаны қуырады да, басқа не істейді? Ай, бұл бірдеңе қатырмайды ау. өлә, мыналар менің бірдеңе істейтіме күмәнді ма, үйшіге келіп маған келіп әңгіме айтып жатыр ғой мыналар келіп. Қазір сендердің бәріңді қуырып алып сөйлеген сөздеріңді көрейін, шаңқылдаған тілдеріңді көрейін. Шаңқылдаған тілдеріңді майға қуырып алам дедім да. Солай не керек, бірінші очередь нанымды осылай көбек қылып, чеке қылып турап алдым. Яғни бұл біздің пиццамыз ешқандай қамырды қажет етпейтін, күнделікті жасала салатын, яғни завтракқа жасасаңыздар болады. Мен көргенімді істеп жатырмын. Құрсын мен қай бір жарытып сіздерге рецепт шығарды дейсіздер. Манағы тауықтың жұмыртқасы айтпақшы, бұл жарытып не істейді демекші, бүгін жарытып бірдеңе істейін деп жатырмын. Бірақ аналар менің айтқан сөзім менің шабыма тиіп кетті. Солай не керек, мына менің газыме мән бермеңіздер, мана жуып алдым. Пожалуйста, бүгін менің газыме қармай қойыңыздар. Солай не керек, жұмыртқаны шақ етіп ыдысқа былғап алдым да, үстіне тұзын салып жібердім да, осылай майға құйып жіберіп шамалы қуырып алдым. Солай қуырылып жатқан жұмыртқаның үстіне піспеген күйінде осылай манағы көбек туралған нанымды үстіне салып жібердім да. Енді үстіне аккуратно қылып бір-бірін жауып істейсіңдер ғой енді өздерің. Короче, өстіп үстіне жауып істейсіңдер да, сосын әрі қарай мынаның келесі жағын аударып аласыздар. Мен мына жерде келесі жағын уже аударып былай айналдырып алдым. Солай келесі жағын аударып боласыздар да, үстеріне мана салатын өздеріңіздің не қоспа салатсыздар, соны сала бересіздер ғой. Мен помидор салдым. Содан кейін помидорды осылай көбекке қылып турап, үстіне қасына жұмыртқасын салдым. Жұмыртқаның үстіне сырды жауып қойдым да, үстін бір 10 минутқа астын жай баяу отта қойып қойдым да, балама воля, балам, маманың пиццасы қалай дедім да, балама осы пиццамды ұсындым. Короче, осылай, в общем, завтракқа да жеуге болатын сияқты. Мынаны что-то жұмыртқа қуырғандай болдым ба, не қуырғандай болдым, бірақ арасында жұмыртқасы білінбейді, өйткені арасында наны болғасын, өте дәмді, әдемі, чөтке болды, сырмен деген енді тіл үйретіндей болды. Солай балама ұсындым. Мә балам, мамаңның пиццасы осы дедім. Ал енді мамасының пиццасына лайктарыңызды басып, лүпілдеріңізді қалдырып, комментарийларыңызды жазып кетіңіздер. Менің уже қызым жылап жатыр. Всем пока-пока, мені қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Давайте пока.